Қайырлы күн, әріптестер. Оқушының тыңдалым дағдысын дамытуға арналған тапсырма түрлерін қарастырайық. Тыңдалым есту арқылы ақпаратты қабылдау. Сөйлеу әрекетінің негізі тыңдалымнан бастап қаланады. Сіз бастауыш сыныпта түрлі формада және күрделілігі әртүрлі деңгейдегі тапсырмаларды жүйелі қолдану арқылы оқушының тыңдалым дағдысымен қатар функционалдық сауаттылығын дамытуға ықпал ете аласыз. Тыңдалым дағдысын дамытуға арналған түрлі аудио-видео материалдармен қатар сюжетті суреттер негізінде өзіңіз де қызықты оқиғаларды ұсына аласыз. Мысалы, ауылға саяхат. Үш бауырдың ата-әжесіне қонаққа барардағы басынан кешкен қызықты оқиғасын алайық. Кел танысайық. Бұл Данияр, Дана және Думан. Данияр 6 жаста. Ол 1-ші сыныпта оқиды. Табиғат, жануарлар туралы кітап оққанды ұнатады. Оның әпкесі Дана 12 жаста, 6-шы сыныпта оқиды. Ол музыка тыңдағанды ұнатады. Данияр мен Дананың ағасы Думан 19 жаста, университетте оқиды. Ол спортпен шұғылданады. Бірде балалар ауылда тұратын ата-әжесінен хат алды. Хатта ата-әжесі немерелерін сағынғандарын айтып, оларды қонаққа шақырды. Әкесі: біз жұмыстан босай алмаймыз. Думан, сен үлкенсің, қарындасың мен ініңді ертіп ауылға барып келіңдер, деді. Ата-анасы ауылға баруға рұқсат еткен балалар қатты қуанды. Олар ауылға бару үшін алдымен жол бағытын анықтап, билет алуды, ата-әжесіне сыйлықтар сатып алуды, онан соң өздеріне жолға қажетті заттарды іріктеп салуды, содан кейін пойызға отыруды жоспарлады. Балалар Қазақстанның жол картасын алып, жол жүру бағыттарын анықтады. Думан: біз әуелі Нұрсұлтаннан Алматыға дейін пойызбен барамыз. Жолда Қарағанды және Шу қалаларынан өтеді екенбіз. Ал Алматыдан ауылға дейін автобуспен барамыз, деді. Көптен күткен уақытта жетті. Балалар ерте тұрып жолға дайындалды. Думан такси шақырды. Інісі мен қарындасын ертіп, Нұрлы жол вокзалына барды. Думан кенет кілт тоқтады. Менің телефоным қайда? Оны таксиде қалдырып кеткен сияқтымын. Мүмкін такси әлі кетпеген шығар, алып келейін. Біз не істейміз, деді Дана. Сендер мен келгенше күту залында отыра тұрыңдар, деп Думан такси тұрағына қарай жүгіріп кетті. Дана мен Данияр орындыққа жайғасып, Думанды күтті. Дана: біздің пойыз қашан келеді екен, көрейік, деді Данияр. Оны қайдан көруге болады, деп сұрады Дана. Міне, мына электрондық таблодан көре аламыз, деді Данияр. Мына жерде пойыздар көп екен, біздің пойызды қалай табамыз, деді Данияр. Мен саған үйретейін. Бұл табло кестеге ұқсайды. Кестенің 1-ші бағанында пойыздың нөмірі, 2-ші бағанда пойыздың баратын бағыты, 3-шісінде пойыздың жүру уақыты жазылған, ал 4-ші бағаннан пойыздың қай жолдан тоқтайтынын көреміз, деді Дана. Осы кезде Дананың телефоны шырылдады. Ағасы Думан екен. Дана, мен телефонымды алдым. Қазір пойызға қарай бара жатырмын. Билеттен вагонның нөмірін анықтап, сонда келіңдер, сол жерде кездесеміз, деді. Дана билетті алып, Данияр екеуі мұқият қарай бастады. Олар билеттен 4-ші вагон деген жазуды тауып оқыды. Біз 4-ші вагонға отырамыз, деп қуанды Дана. Осы сәтте Нұрсұлтан Алматы бағытындағы пойыз 3-ші жолға тоқтайтыны хабарланды. Біз енді тез арада 3-ші жолға шығатын жерді табуымыз керек, деді Дана. Мына жерде белгі тұр, осы арқылы таба аламыз, деді Данияр. Данияр мен Дана өздеріне қажетті бағытқа қарай жүгіре жөнелді. Мен сендерді үлкендерсіз пойызға кіргізе алмаймын, деді жолсерік. Біздің билетіміз бар ғой, деді Дана жалыныш үнмен. Мен осындамын, міне келіп қалдым, деген Думанның дауысы естілді. Ол вагонға жақындады. Балалар вагонға кіріп орындарына жайғасты. Жарайсыңдар, бәрін дұрыс дедіңдер. Пойыздан кешіккен жоқпыз, деп Думан риза болды. Біз қанша уақыт жүреміз, деп сұрады Данияр. Олар пойыздың жол бағыты кестесін оқып танысты. Балалар ауылға аман есен жетті. Атасы мен әжесі сүйікті немерелерін бауырына басып, қатты қуанды. Балалардың
Жолдағы және ауылдағы қызықты оқиғаларын келесі әңгімеде тыңдай аласыңдар. Тыңдаған оқиға негізінде тапсырмалар орындап көрейік. Сәйкестікті анықтауға арналған тапсырма түрлерінде мәтін мазмұнына сәйкес сөз тіркестерін, сөйлемдерді, сурет, диаграмма не сызбаларды табу ұсынылады. Ұсынылған үш нұсқа арасынан жоспардың дұрыс нұсқасын анықтау қажет. Өзіңді тексер. Дұрыс жоспар бұл үшінші нұсқа. Себебі балалар бірінші баратын бағыттарын анықтап, екінші билет алуды, үшінші ата-әжесіне сыйлықтар сатып алуды, төртінші жолға қажетті заттарды іріктеп салуды, бесінші жолға шығуды жоспарлады. Тыңдалым материалы бойынша келесі тапсырма түрі бұл ақпаратты тасымалдауға арналған тапсырмалар. Тыңдаған мәтінге сәйкес кестені толтырады. Ол үшін мәтіннің бастапқы бөлігін тыңдап, берілген мәліметтер кімге қатысты екенін анықтап белгілейді. Мәтінді қайта тыңдап, өзін тексереді. Жауаптарымыз сәйкес пе екен, кәнекей тексеріп көрелік. Ақпаратты тасымалдауға арналған тапсырма түріне картадан мәтінде кездесетін қала аттарын табу ұсынылады. Есіңде болар, Думан, біз әуелі Нұрсұлтаннан Алматыға дейін пойызбен барамыз. Жолда Қарағанды және Шу қалаларынан өтеміз, ал Алматыдан ауылға дейін автобуспен барамыз деген болатын. Ендеше осы аталған қалаларды картадан көрсету керек. Өзіңді тексер. Нұрсұлтан, Қарағанды, Шу, Алматы қалаларын көрсете білдің бе? Оқушы осы тапсырма арқылы картамен жұмыс дағдысын жетілдіруге мүмкіндік алады. Келесі тапсырма түрі бұл ақпаратты толықтыруға арналған тапсырмалар. Бұл тапсырмалар түрінде мәтіндегі бос орынды сөйлеммен, сөйлемдегі сөз немесе сөз тіркестерімен толықтыру, сөйлем немесе мәтінді аяқтауды ұсынуға болады. Пойыздардың жүру кестесі жанындағы сұхбатты қайта тыңдап, сөйлемдегі бос орындарды толықтыру қажет. Бұл тапсырма сонымен қатар оқушыны сауатты жазуға төселдіреді. Мәтіндегі оқиғалар тізбегін ретімен орналастыру тапсырмасы бұл мәтіндегі мәлімет негізінде суреттерді ретімен орналастыруға берілді. Яғни, бұндай тапсырма түрі жоспар құруға, мазмұнын айтуға және мазмұндама жазуға дайындық жұмысы болып табылады. Әрқашан оқушыларға өзін тексеруге, өзін-өзі бағалауға мүмкіндік беру керек. Яғни, бірінші ата-әжесінен хат алуы, екінші жолға шығу, үшінші күту залында, төртінші вагонға отыру, бесінші ағасының үлгеріп келуі, алтыншы көңілді сапар. Яғни, оқушы тыңдалым дағдысын жетілдіру арқылы сөйлеу әрекетінің айтылым, оқылым және жазылым түрлерінде дамытуға мүмкіндік алады. Көп білгіңіз келе ме? Әріптесім, ендеше бізге сұрақтарыңызды жолдаңыз, байланысқа шығыңыз, өз тәжірибеңізбен бөлісіңіз.